Иә, түсініп тұрмын ғой. Енді менде ол кісінің әлеуметтік желіде жазып жүрді ғой, Алаштың футболкаларын шығарды, Әлихан Ахметтердің жаңағы бейнеленген түстері бар. Соны қазақша ұлттық шапан кигізіп жүрді бәрі. Енді менің жобамды қолдамаса да әлеуметтік желіден байқадым, анау бұрынғы шенеуік қазіргі мазмұндама қоғамдық қорының негізін салушы Шыңғыс Мұқанның кітаптарын шығарып беріп жүр екен. Иә. Енді ол да қазаққа қателеспесем ол кісі. Білмеймін енді қандай кітаптар екен, қазақ қоғамына пайдалы керек кітаптар шығарып жүр екен ғой. Енді ол да болса дұрыс шығар. Алаштың 100 жыл бұрынғы жазылған кітабының бүгінгі қоғамда актуалдығы жоқ шығар. Айдын Рахымбаев мырзаның көзқарасымен қарағанда. Бәлкім кәсіпкер болғаннан кейін ол кәсіптік көзқараспен қарайды ғой. Құйған ақшасының қайтарымы бола ма, болмай ма деп. Өліп қалған, әлдеқайда сүйрегі қурап кеткен, кітабындағы жазылған дүниелер ескіріп қалған деген көзқараспен қараған шығар. Білмеймін ғой, оның ішкі сырын, несін, оқиғасын. Ал енді қазір әлемдік мотивациялық, кәсіпкер болу туралы, тұлға болу туралы кітаптар қоғамның сұранысында тұр ғой. Сол кітаптарға қаражат құю, инвестор болу әлдеқайда мәртебе шығар. Әлдеқайда ол қайтарымы мол шығар. Сондықтан енді қазаншының өз еркі ғой, қайдан құлақ шығарса да. Ал мен енді оған барып бірдеңе деп айтуға хақым жоқ деп ойламаймын. Ал енді мен енді жалғыз ол Рахымбаевқа кірген жоқпын ғой. Анау неді? Жезқазғандағы Қазақмыс сияқты, Қазмұнайгаз сияқты үлкен компанияларға жазым ғой хат. Қабылдауында сұрадық, бірақ ешқайсынан ешқандай қолдау болмады. Енді Сырымбек Таумырзаны Алаштың талай шараларына шақырдым. Өзі келген жоқ. Жеке ол кісіменен таныстығым жоқ. Бұлай кездесіп шай ішкен адам емес. Тек қана бір жиында ғана Алатау серілер деген группа бір клип шығарып, соның тұсаукесерінде ғана бір көріп қалғаным бар. Оның өзі біраз алшақтау жерде. Әлеуметтік желіде бір-екі рет сөйлескендігіміз болмаса, жеке басымнан тараласып танысқан адам емес. Сол сияқты Руслан Берденов мырзаның маңайындағы көмекшілер арқылы шыққаным бар. Ол кісімен де жеке өмірде кездесіп көрген адам емес. Жаздым, хабарластық, бірақ жобам өтпеді. Қолдау таппады. Сондай жағдай. Жақсы. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мен сізге қайтадан сол нәрсеге айналып келе бергім келіп тұрған жоқ. Қайта-қайта осы нәрсені сұрай бердім ау деп. Кеңес заманында жазушылар одағы деген болды. Қазір де бар ғой енді. Жазушылар одағына кірген жазушы, ақын жазушылар былайша айтқанда ешқашан кедей деген сөзді былайша айтқанда лексиконнан алып тастайтын. Ұмытатын кедей деген сөзді. Олар жаз деген нәрсені жазып, айт деген нәрсені айтатын сондай бір ұйым болды да. Қазіргі таңда сондай жазушылардың қатарында кімдер бар? Және ол ұйым бізге қажет па жалпы? Неге сізде сол жазушылар сияқты жаңағыдай дәулетті болмасқа деген сияқты дүниелер бар да? Сіз ол дәулетті болсаңыз, енді дәулетті біз ел аға жаңа сіз айтып жатсыз ғой, ол маған не керек деген сияқты. Адам бай болу керек деп есептеймін. Адам бай болса, ол халқына, отбасына, жан-жағына, айналасына көмектесе алады, мемлекетіне көмектесе алады деген сияқты. Сондықтан оны бір дәулетті, байлықты, ақшаны бір жаман нәрсе көруді біз қоғам ретінде қоюымыз керек сияқты да. Байлықты, ақшаны жаман нәрсе деп қабылдап отырған жоқпын. Жазушылар одағы деген нәрсе совет заманында идеологиялық құрал болды. Идеологиялық нәрсе жасаған бір белгілі заман еді. Ол уақытта да идеологияның, цензураның ретін тауып, көзін тауып, кітап шығарған, ұлттық мүддені көтерген Ильяс Есенберлин, Мұхтар Мағауин, Қабдеш Жұмаділов, Әбіш Кекілбаев сияқты азаматтар болды ғой, жазушылар болмады емес. Соларды оқып өстік қой. Менің бойыма ұлтшылдық, ұлтқа деген махаббат дарыса сол Ильяс Есенберлинді, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауинді оқығанымнан, соларды танып білгендігімнен деп шындығын айтайын. Ал енді ол уақытта гонорар қаламақы болып тұрды. Қазіргі уақытта ондай жүйе жоқ қой. Кітап шығару жүйесінде реттеу деген. Сондықтан енді мен бір нәрсеге басымды қатырғым келмейді. Бұл
жазушылардың жағдайын жасау, анау деген нәрсені ол керек өкімет өзі қолдайды. Енді мен қазір жазушылар одағының мүшесімін. 5 жыл болып қалды ғой жазушылар одағына мүше болып жүргеніме. Мен ол жерден менен ештеңе талап етіп жатқан жоқ. Мен де ештеңе беріп жатқан жоқпын. Жазушылар одағы менің қолыма қалам ұстатып, менің аузыма сөз салып, мен шығармамды жазып беріп жатқан жоқ шындап келгенде. Ona не қажеті бар ол жақта болу? Мен ол жерде неге мүшемін? Біздің ауылымыздан Сайын Мұратбекұлы шықты, үлкен жазушы. Сол кісі жазушылар одағының хатшысы қызметін атқарды. Оның ар жағына баратын болсаң, жазушылар одағын құрған Ильяс Жансүгірұлы еді. Біздің ауылдың тумасы. Менің өз жақсы көретін ең сүйікті ақыным. Мен де Ильясты зерттеймін, Ильястың шығармашылығына ынтық адам болғаннан кейін бүгінгі заманда да Ильястың ісін жалғастырғым келеді. Ильястың орындалмай кеткен көп армандарымды білемін. Сондықтан сол жерлестерімнің жібін жалғау мақсатында одақта мүше болып отырмын. Мен ол жерде бір белсенді одақтың мүшесі емеспін. Жиындарына қатысып барып жүрген емеспін. Кеңестерге мүше емеспін ол жерде. Одақтан бірдеңе дәметіп те жүрген жоқпын. Одаққа тілеулеспін. Қазақ әдебиеті, Жұлдыз сияқты газет журналдарын жазылып алып оқимын. Өйткені жазылым азайып қалмаса екен, таралымы көбейсе екен деген тілеушімін. Биыл қазақ әдебиетінің 90 жылдығы шығып келатқанына, оның бастауында Ильяс Жансүгірұлы тұрды. Ильяс әкем негізін қалаған газеттің бүгінгі заманда жабылып қалғанын қаламаймын. Сондықтан сондай құрметпенен тарихқа тағзым деген мақсатта ғана мүше болып жүрмін. Жақсы түсінікті. Анау ойымда тұрған сұрағым ұшып кетті. Жалпы осындай елін сатқан, жерін сатқан адамдар көп болды қазақта. Жаңада айтып жатырмыз. Сатқын адамдарды көргенде қандай күйде боласыз? Екі жүзді адамдардың өмірі қалай аяқталады жалпы? Біз айтамыз, олар бәрібір жазасын алады, басқа қылады, бірдеңе деген сияқты. Бірақ мен бүгінгі қоғамда сондай еліне опасыздық жасап жатқан адамдардың жазаланып жатқанын ешқашан көрген емеспін. Осы 23 жыл өмірімде. Бұған не айта аласыз? Қалай ойлайсыз? Мен Ерасыл тағдырдың ісіне араласқым келмейді. Әркімнің өзінің маңдайына жазылған тағдыры бар. Әркім өз жазасын, өз жауапкершілігін түбі алады. Ол тағдыр деген Құдайдың ісі. Құдайдың ісіне араласып қарағым келмейді, бұл бір. Абай айтады, ой, байлықты жаратқан, кедейлікті жаратқан, ауруды жаратқан Құдай дейді. Бай қылған, ауру болған, кедей қылған Құдай емес дейді. Ол ниет. Ахмет Байтұрсын айтады, адам не тілесе, Құдай соны тағдыр қылады дейді. Ниет бұзылып кеткен адамдар бар. Пиғылы ынтасы бұзылып кеткен адамдар бар. Олардың ондай жолға түсуіне енді өздері кінәлі шығар, біреудің нәрсесіне араласқым келмейді. Ал енді мен өз басым сатқындық деген нәрсені иттің етінен жек көремін. Өзіңізді сатқан адамдар бар ма? Енді бар ғой, енді ту сыртыңнан пышақ ұратын, асыңды жеп жүріп, бірге ойнап күліп жүріп, сатып кеткендер. Мен алыстан жұдырықтасқаны жек көремін. Жаным қаламайды. Жақыннан жұдырықтас. Кел, дәтің шыдаса, күрес, дәтің шыдаса бірге бір шық. Бізде қаншықтар дейді ғой, шакалдар сияқты жабылып кетіп, сенің тірсегіңді тіліп, табаныңа тас кіргізіп, маңдайыңды жарып, кәдімгі қаныңды судай ағызып тұрып, сен құлатқанды жақсы көретін бір орталар қалыптасып кеткен қоғамда. Біреу құлап жатса, соның барып бетіне түкіріп кетуге дайын тұрады. Мен талай құладым өмірде. Сен алдында сап-сау болып мықты болып отырған шығармын, бірақ талай құладым. Талай жерде кәдімгі екпетіммен түстім, бірақ ешқашан тізерлеген жоқпын. Ешқашан рухымды сындырған жоқпын. Және болашақта сынбадым. Өйткені менің бойымда, сүйегімде, қанымда Алаш бар. Алаш қайраткерлердің көрген азаптың жанында менің көріп жатқан сатқындығым, менің көрген нәрсем түкті емес, 0%-ға да жетпейді. Сондықтан Алаш қайраткерлерін сүйген, білген адам ретінде кез келген қиындыққа, кез келген қауіп-қатерге дайындамын. Ұлтына жұмыс қылам деген бір ұл туса, оны қабатын екі ит туады. Абай айтады ғой, әркім жүр
арылдатып итін сақтап жан аяулы жақсыға қосамын деп. Біздің қоғамда жан аяулы жақсыға қосамын деп әркім бір ит сақтап отырады. Сүрінген сәтіңде сол итің жібере қалады. Сүрінгеніңді күтіп жүреді. Ай, халықтың сөзін ұстап жүр ма, халықтың тарихын жазып жүр ма, халыққа еңбек етіп жүр ма? Ондай адам жығылып жатса, керісінше қолыңды бер. Кім қателеспейді? Ешкім періште емес қой, пенде емес, ет пен сүйектен жаратылғаннан кейін. Бірақ демеу бол. Пайдаңды тигізбесең де, кесіріңді тигізбесең, зиян жасамасаңшы. Соның зиянынан Алаштың мүддесі, қазақтың мүддесі зардап шегіп, біздің қоғам кемі 10 жыл, 20 жыл артта қалып қалады ғой. Сол жағынан қарау керек та. Жеке бас мүддесі тұрғысынан емес. Бізге кең көзқарастан қарау керек. Міне осындай нәрсе тұрғысынан. Бұның барлығы айналып келгенде кесек, бүтін ірілік деген нәрсені көреді. Алашты зерттеп жүрген адам ретінде Алаш қайраткерлерінің қандай ірі болғанын білемін мен. Қандай кесек тұлға болғанын білемін. Сондай болуға ұмтылу керек біз әрқайсымыз. Өлетұғын, тай үшін, болмайтын бір жер үшін, дүние үшін, қызылды, жасылды нәрсе үшін күресуге, мәнсап үшін адамдық нәрседен айырылып қалуға болмайды. Адам болып келдің бе өмірге, адам болып кету арманым деді ғой. Ахмет Байтұрсынның анама жазған хатында бір керемет сөз бар. Адамнан туып, адамның ісін етпей, ұялмай қай бетіммен көрге барам дейді. Сол адамсың ғой сен. Сол адам қалпыңда кет. О дүниеге ешкім өзімен бірге арқалап кетіп жатқан нәрсе жоқ қой. О дүниеге мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның қаһарманы деп қабылдап жатқан жоқ қой. Бәріміз біркелкі кетіп жатырмыз. Қарапайым ғана шаранамен туып, шаранамен кететін халық болғаннан кейін сондай нәрселерге философиялық тұрғыдан қарап, қолымды сілтей салу керек. Болмайтын нәрсе үшін басымды қатырғым келмейді мен. Онсыз да мына қоғамда жаныңды ауыртатын, жүйкеңді жұқартатын, жүйкеңнің талшығын үзетін нәрселер көп. Оның әрбіріне жүйкеңді жұқартып, басыңды ауырта беретін болсаң, сау тамтығың қалмайды ғой. Не бұл күліп қараймын ондай нәрселерге жеңіл. Сол. Енді Иляға осы уақытқа дейін біраз нәрсені зерттедіңіз, қарадыңыз, мұрағаттарды ақтардыңыз. Жалпы не түсіндіңіз? Осы 30 жылда 30 мың Алашорда интеллигенциясы атылды деп айтып келе жатырмыз ғой, 30 жылдан бері. Жаңағы оларды әлі күнге дейін білмейміз. Танитынымыз оның ішінде шала. Ахмет Байтұрсынмен бір жақты шатастырып отырамыз, Әлиханмен жаңағы Ильясты шатастырып отырады, бірдеңе қылып отырады ғой, атыласын шығарып адамдарды. Мысалы, TikTok'тан, Instagram'да, әлеуметтік желілерде көрген шығарсыз. Қоғамдық көшеде мына кісіні танисыз ба деп сұраса, басқа бір кісіні айтып отырады деген сияқты. Абай Құнанбайұлын танымай тұрады деген сияқты. Бір болмашыл, білімсіздік ненің кесірі, жалпы не түсіндіңіз мұрағатты ақтарған кезде? Бүгін сенің жазып жатқан дүниең оқылмаса, халық білмесе, ол оқу емес. Оған болып уайымдап, басыңды қатырудың тым қажеті жоқ. Сенің жазып жатқаның тарих. Тарих деген нәрсе бүгіннің ғана емес, ертеңнің иек астындағы келешектің қажетіне жарайтын нәрсе. Бүгін болмаса да ертең өзінің тарихын іздеп шөл өркенетін, өзің кім, қайдан келдім, менің бабаларым кім болды деген сұрақтарға жауап іздейтін ұрпаққа өмірге келеді. Жаңа нәсіл үміт үзбеу керек. Үмітсіз шайтан ғана ғой. Үмітімді үзгім келмейді мен. Бір оқырман келеді. Бір оқырмандық сана орнайтын, халық тарихына телміріп, тарихын ізденетін бір заман келеді. Ол анық сенемін. Сондықтан менің мақсатым жаза беру. Қазір денсаулығым бар да, күш қуатым бар да, халыққа пайдалы бір нәрсе бере алатын уақытымда пайдалы нәрсе істеп кеткім келеді. Бір жақып айтады ғой, мен алаш ағашпын, жемесі көп бір тамаша ағаш емеспін дейді. Жарты жаңқам қалғанша мен сенікі пайдалан, алаш керегіне жараса дейді. Сол сияқты халықтың керегіне жарайтын бір сөз қалдыра білсек, соның өзі бақыт қой. Сол мақсатта жұмыс істейсің, сол мақсатта ізденесің. Архивке барғанда мен мына нәрсені үйрендім, бұны үнемі айтам. Тарихи құжаттарды жылап отырып, жүрегім ауырып отырып көрдім, ұстадым, қынжылдым, күйіндім. Қазақ болып туғаныма қуандым, кейде қазақ болып туғаныма жиіркеніп кеткен сәттерім болды, сатқындық, алауыздықты көрген кезде. Тарих маған екі-ақ нәрсені ұқтырды. Біріншісі ұлтыңды сүю, ұлтыңа адал, ақысыз, пұлсыз қызмет етуді. Екінші, тарихтың қателігінен сабақ алуды. Біз сабақ алмай келе жатырмыз. Бізге сатқындық жасау, опасыздық жасау оп-оңай.
осы күнге дейін қаншама сатқындардың кесірінен ұлттың маңдайына біткен тұлғалары кетті де қалды. Адамдардың өлімін күтеміз біз. Абайдың 8 аяқты айтатын бар еді ғой, молдасы табытты қағатын деп. Анау кісі өлмей қалатын болса, бұрынғының молдалары дейді сол уақыттағы. Жаңағы молда болғанда қай бір діни білімі бар, ақша дәметіп жүрген біреулер ғой. Ана табытты ұрады екен. Табыт соққан кезде адам өлсін деп тілейді екен. Сондай бір адамның ниеті өзгерген уақыт қой қазір. Сондықтан біреуге біреу орғазып жүрген уақыт. Ұлдың бағын емес, өзін қызғану керек. Бағын қызғанбау керек. Әркімнің бағына жазылатын бір бақ болады, тағдырдың берген. Оны қызғанбау керек. Адамның өзін қызғансақ та бағын қызғанбайды. Бізде бағымен күресіп жатқандар болады, жолын бекітіп деген сияқты. Ол дұрыс емес. Оның әр нәрсенің өзінің ақ-қара анықталады ертең. Мен соған сенемін. Сондықтан бұл күрес адамның адамгершілік қасиеттеріне жасалып жатқан күрес деп қарау керек. Солай түсіну керек. Шетіндегі алаш зиялылары өз қара бастары үшін емес, ел ертең үшін, ел бүгіншіл, менің ертең үшін деп ұрандатып, шекарамызды шегендеп, тәуелсіздігімізді алып берді. Бүгінгі күнні өзіңіз сияқты көз ашық, көкірегі ояу азаматтарда қандай арман мақсаттар бар? Көпшілігі өз қалтасы үшін немесе жұртқа жақсам, халықтың алдына ұпай жинасам деген ниетпен жүрген сияқты ма деп ойлаймын. Сондай көзқарас бар. Бұл жайында не айтасыз? Біз енді ұзақ уақыт құл болған елміз ғой. Құл болып, езгіде болған, тапталған, жаншылған адамдармыз. Қазіргі жастардың көбінде ұлттық рух жоқ. Біздің рухымызды әбден таптап тастады ғой. Рухымызды өлтіріп тастады. Өткен 30 жылдық билік біздің рухымызды құртты ғой. Мынау көкпардан жеңіліп қалдық қой біз. Көкпардан жеңіліп қалдық. Масқара болған еліміз ғой. Көкпар деген біздің ата дәстүріміз еді ғой, ата ойынымыз. Содан жеңіліп қалдық қой бір уақыттарда мысалға. Өзіміз көкпар шығарып, көкпардан ұтылып жүрміз бе? Сонда бұл рухың сенің кеткен, сондықтан қазақ жастарының рухшыл болғанын қалаймын. Рухы биік болғанын қалаймын. Рухын ешкімге таптатпағанын қалаймын. Анау табалдырықта тұрған келімсектің төрге озғанын қаламаймын. Төрде қазақтың баласы отыру керек. Қазақтың баласына тиесілі. Шаңыраққа қарап отыру керек кім болса да. Сондықтан да қазақтың жағдайы әл-ауқаты түзелгенін, байқуатты болғанын қалаймын адам ретінде. Ал енді қазақ жастарының арман мұраты бүгін жер басып жүрген әрбір қазақтың жігіті, қызы ұлты үшін атылып кеткен, опат болған 25 мың алаш қайраткердің қанын, арманын, мұратын арқалап жүр деп ойлаймын. Аманатын арқалап жүр. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Біз бүгін бір қуанышты көріп, ақ таңыңды атырып, мамыражай заманда емін еркін өмір сүріп жатсаң, онда оның өтеуі бар. Сол еркіндігің үшін алысып, жанын беріп, ұрпағын құрбандыққа шалып жүрген зиялыларды ұмытпауымыз керек. Міне, сол сенің аманатың. Солардың құрып берген мемлекеттің мына ұланғайыр территориясын, шекарасын шегіндеп берген қасиетті даласын оңды сол сатуға болмайды. Жер сату тұрмақ, жерді жалға беру деген мәселелерде көтерілмеу керек бұл қоғамда. Өйткені бұл жер үшін кім күресіп беді, кім қасыққанын тамызбады. Оның ішінде тек қана алаш емес, ар жағындағы біздің хандық замандағы батырларымыз, билеріміз, сұлтандарымыз бар. Одан кейін советтік қайраткердің Жұмабек Тәшенов бастаған арыстандар бар. Қайраттар бар кешегі. Ана 89-дағы Жаңаөзеннің жігіттері, қыздары бар. Мынау Ақмолаға неміс автономиясын ашамыз дегенде алаңға шығып тұрып күрескен қазақтың әрбір қыз жігітінің біз арманын ұмытпауымыз керек. Кешегі мұзға оранған 86 жылдың желтоқсанында теңдік іздеп алаңға шығып, Қонаев сияқты қазақ келсін деп билікке таласқан әрбір сол кезде жаны қиылып кеткен қазақтың қыз жігіттері үшін біз өмір сүруге міндеттіміз. Және ұзақ өмір сүруге міндеттіміз. Рухымызды таптатпауға міндеттіміз. Сол арман мұратқа айналу керек. Қалтаның қамын ойлауды қою керек. Әрбір қазақтың жігіті ойланатынымыз. Сондан айтатын нәрсем, бүгінгі қазақтың жігітінің уайымы асқазанда болмау керек. Жігіттің уайымы асқазанға ішсем, жесем, қымбат киінсем, қымбат көлік мінсем, қымбат пәтерде тұрсам деп қана армандайды. Ол хайуани инстинкт, былай айтқанда. Сен адамдық деңгейде ойлап тұрған жоқсың. Сен өзіңнің қара басыңды, эгоңды ғана қанағаттандырып тұрсың.
жігіттің уайымы жүрегіне түсу керек. Жүрекке уайым түсетін болса, ол елінің келешегін ойлайды. Елінің келешегі үшін басын қатырады, балтырын сыздатады. Сондықтан өмірді қиындатпайықшы. Өмір өзі бесіктей жеп-жеңіл. Біз оны табыттай ауырлатып аламыз. Өмірде пара берме, пара алма, біреудің қақысын жеме, қиянат жасама, әділдіктен аттама, өз тіліңде сөйле, өз тіліңде қор қылма, жерде жатқан теңгеңді ал, оның артында ел таңбаң, еңселі биігің жатыр. Төл таңбаң таптағаның, ұлтыңды таптағаның, намысың таптағаның, қазақтың баласы таптап тұрған кезде өзге этностар, сырттан келгендер теңгеңе түкіріп те жүре береді. Туыңды төмен түсіре берме. Сосын кейін әр маман өзінің кәсібилігіне, өзінің мамандығына жауапкершілікпен қарасын. Мамандарымыз мықты болған кезде Қазақстанда қан төгіс болмайды, Қазақстанда табиғи зілзалалар болмайды, бізде орман өртенеді. Мамандардың салғырттығынан су тасиды, полигонда жарылады, анау қоймалар жарылып кетеді, ұшақ құлайды, бәрі мамандардың кесірінен болды. Тудың төмен түсе бергені жақсылықтың нышаны емес. Бізде тәуелсіздік алған 32 жылдың ішінде Қазақстанның туы қанша рет төмен түсірілді тұғырынан. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Туды төмен түсірмек, ту тек қана тұғырда тұру керек. Туға қарап біз биікте қарап көруіміз керек. Туды көтеріп тұру керек. Ту деген ол біздің намысымыз, біздің мұратымыз. Біз бір тудың астына жиналып, бір ту үшін өлуге, бір ту үшін жанымызды қиюға дайын болатын азаматтар болуымыз қажет. Мен қазақтың жігіттерін осыны күтемін. Қазақтың әр жігіті саналы болса, ұлтшыл болатын болса, елін жерін сүйетін болса, кез келген қазақтың қызы сол жігітке қарап бой түзейді. Жігіт осал болатын болса, жігіт мәдениетсіз, топас, білімсіз болатын болса, оған кім қарайды? Өзі сыйханадай болып тұратын болса. Сондықтан қоғамның шегесі де, қоғамның иесі де жігіттер мықты болсын деп тілеймін. Жаңа жер деп мәселені айтып қалдыңыз ғой, ел аға. Ғұн патшасы Мөде Шанюй деп Қытай деректеріне келтірсе келеді. Мөде қаған жер мемлекеттің негізі емес пе? Мемлекет жерсіз болмайды деп айтқан. Бүгінде біз тек Алашқа емес, барша ата-бабамызға қиянат жасап жүрген дейміз де. Сізді қандай сұрақтар мазалайды, ел аға? Қандай мәселелерді шешкіңіз келеді, егер де қолыңызда бір шексіз билік, шексіз байлық болса? Абай айтады ғой, қазаққа қызмет қылатын адамның қолында шексіз билігі, мол қаражаты болу керек деп. Менің қолымда қаражат мол болатын болса, менің арманым, мұратым осы Астананың қақ төріне үлкен Алаштың инерциялық музейін салатын едім. Сол арманым, менің сол уайымым қазіргі. Есіңізде ме, президентіміз Түркияға барған кезде Анкарадағы ант қабір Ататүріктің жерленген пантеон кесенесіне барып, Ататүріктің алдына басын иіп тағзым жасады. Сол сурет, сол видео маған ерекше әсер етті. Бір түрік мемлекетінің президенті барып, Түркия мемлекетінің негізін құрған президенттің алдына басын иіп тағзым етіп тұр. Ататүрік 1881 жылы туған ғой. Алаш қайраткерлерінің ізбасары, замандасы, негізі. Бір уақыттың адамы ғой, арманына жеткен жалғыз тұлға ғой. Түрік мемлекеттерінің ішінде қырғыздар ондай арманына жете алмады, Әзербайжан жете алмады, татар жете алмады, башқұрт жете алмады, қазақ, түрікмен жете алмады. Сонда түрік жетті ғой, 7 мемлекеттің ішінде жалғыз былтыр ғана 100 жылдығы тойланған мемлекет Түркия ғой. Ал соған бір мемлекеттің басшысы барып тағзым етіп тұрған қандай жақсы, сүйсінесің ананы көріп. Біздің де Астанаға талай елдің басшылары, лауазымды тұлғалар, дипломаттар келіп жатыр ғой. Солар Астанаға келгенде баратын, көретін бір жері болғанын қалаймын. Ол музейде, менің армандаған музейімде ешқандай Алаштың қуғын сүргіндегі азаптағы суреті, видеосы, ештеңесі болмайды. Ол жерде роскошный, кәдімгі интеллигент, зиялы, полиглот, еуропалық мәдениетті меңгерген, мықты костюм шалбар, жаңағы Диордың киімін алған, түрлі француздың әтірлерін қолданған, парфюмын, сөмкесін қолданған, мықты таяқтарын ұстаған, анау сөмкелері, қолданған жазу машинкаларын бәрін қойып қоятын болсаң, ананы көрген шетелден келген адам, мына елде мәдениет болыпты ғой, мына елдің өнеркениеті болыпты ғой деп таңғалатын. Ал қазақтың әрбір баласы сол музейдің қабырғасындағы тұлғаларды көрген сайын, мынау менің атам, мынау менің бабам деп
рух алып намыстанып мен де сондай боламын дейтін еді. Қанша тілді меңгерді, қалай сөйледі, ағылшын, француз, итальян, алман тілдерін, түрік тілдерін қалай меңгерді, интернет жоқ, логистика жоқ заманда қалай мықты тұлға болды, кәдімгі озық өркениетті елдің тұлғаларымен пара-пар болған қандай тұлға екенін көрсететін музей жасасаң арман не? Міне соны жасағым келеді. Бірақ ол музей деген біздің Қазақстандағы сияқты қазіргі мынау бір әлгі витрина қойып қойып ішіне бір жасап қоятын нәрсе болмайды. Ол визуализацияланған, ол кәдімгі дыбысталған, заманауи кірген сәтте кәдімгі бүкіл денеңнен бір 1000 миллион құмырсқа жүріп өткендей үстіңді тоқ соққандай бір тербеліспенен намысыңды оятып шығатындай музей болу керек қой. Мынау Ататүріктің жатқан ант қабірі Анкараның ең үлкен төбесіне орналасқан, қай бұрышынан қарасаң да жаңағы Ататүріктің кесенесі көрініп тұрады. Сол Ататүріктің кесенесіне келе жатқан жолды мындай тастарды қойған ғой, ракушка дейді ғой, сол тастарды қойған, орталарын ашып тастаған, төплимен, жаңағы бигөкшемен кетіп бара жатсаң, аяғыңа қарап жүресің, ана жерің астына, аяқ киімің кіріп кетпесін, аяғың жаңа тасқа соғып алмайын деп. Ондағы мақсат аяғыңа қарау арқылы Ататүріктің алдында басыңды иіп барасың да, анаған жеткенше. Көрдіңіз бе? Ататүріктің алдында сен кім бол, о бол, басыңды иіп баруға міндеттісің деген идеология. Бұл ұлттық рухыңды таптатпау, ананың жан-жағына арыстанның жаңағы ескерткіштерін жасап тастаған ана арыстанды көрген кезде шынайы бір арыстанды көрген сияқты болып тұрасың. Оның барлығы қаһар, оның барлығы мінез. Ал сіздің астанаңызға әуежайдан түсіп келе жатсаң, алдыңнан кім шығады? Будапешт деген үй шығады. Манхэттен, Токио деп тұрады. Не ол? Жемқорлық монументі шығады, аяқталмай тұрады. Анау ЛРТ-лер тұрады, әй, ұлттың рухы болу керек қой, ұлттың рухын көтеретін нәрселер бар. Бізге жетіспей тұрған осы рух, осы нәрсені біз қалпына келтіруіміз керек. Міне. Менің арманым, уайымым, менің жанымды қажайтын, менің шешкім келетін мәселе осы музей. Егер де Алла маған ғұмыр беріп, денсаулығым мықты болатын болса, осы музейді жасақтап, осы музейді халықтың игілігіне жаратып кетсем, арман не? Содан кейін өле берсем де болады деп ойлаймын. Өйткені ең үлкен шаруа жасап кетіп едім, қазаққа керекті. Болды. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Елаға Алаш қайраткерлері жайлы түрлі сан алуан сөздер көп, және Алашты сатқан адамдар жайлы түрлі сан алуан сөздер көп. Бірақ солардың ішінде бір белгісіз және бір тылсым құбылыс болып қалыптасқан ол Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқайды белгі қоғам қазіргі таңда біреулер сатқын дейді, біреулер жоқ, ол Әлихан Бөкейхан тапсырмасымен кетті дейді, біреулер оны үшінші мемлекет құрып алды дейді, өзі бөлек партия болғаннан кейін деген сияқты. Сондай бір көзқарас бар да, сондай бір түсініспеушілік бар. Және қазіргі экранизацияда, яғни телехикаяда, нақтырақ айтатын болсам, Тарзаман телехикаясында Мұстафа Шоқайға Әлихан Бөкейхан тапсырмасымен сен біздің жоғымыз жоқтап айтуың керек, сен бізбен бірге өлмеуің керек, сен кет деген сияқты бір бөлімі барды. Әлихан Бөкейхан тапсырмасымен кетті дегендей қылып. Сол қаншалықты шындыққа жанаса да осыны ашып өтсең. Мұстафа Шоқайды жау деген, дұшпан деген адамдар оттамасын. Мұстафа Шоқай ешқандай жау да емес, дұшпан да емес. Ол советтік идеологияны қолдан жасаған, анау Украинадағы бандераларды қалай жау қылып көрсетті, сосын жасап бере салған нәрсе. Мұстафа Шоқай 4-ші курс студенті кезінде Санкт-Петербург императорлық университетінің заң факультетінде оқып жүрген кезде Әлихан Бөкейхан оны 4-ші мемлекеттік думаның мұсылмандар фракциясына хатшы қылып орналастырған болатын. Ол Әлиханның шәкірті. Оны Әлиханға қазір жау қылып көрсету қате ол. Одан кейін 1917 жылы Алаш өкіметі құрылған кезде Алаш орданың бір министрі болмады ма Мұстафа Шоқай? Қалай ол? Жаңа мемлекет құрады. Түркістан мұқтарияты Әлиханның тапсырмасымен құрылған. Одан кейін Мұстафа Шоқайдың шетелге шығуы Әлиханның тапсырмасымен кетті. Мұстафа Шоқай 1921 жылы Франциядағы Ұлттар лигасына мүше болды. Ұлттар лигасы бүгінгі Біріккен Ұлттар ұйымының негіз ретінде салынған, негіз ретінде басталған ұйым ғой. Соның мүшесі болған адам. Енді ол шетелде жүріп, сол жақта иммиграцияда жүріп, Түркістан үшін күресті. Түркістанның
болашақ үшін күрес. Түркістан деген анау Қожа Ахмет Яссауи атамыз жерленген Түркістан қаласы деп ойлап қалмаңыз. Түркістан деген ол үлкен жағрафиялық атау, Тұран даласы. Тұран даласы. Ол Түркістан деген бүгінгі Қазақстанның да, Өзбекстанның да, Түркменстанның да кіретін үлкен жер. Сарыарқа дегенде тек қана Қарағанды деп қарауға болмайды ғой. Сарыарқа деген географиялық ұғым, үлкен, кең. Солдай нәрсе. Сол үшін күрескен адам, сондықтан Мұстафа Шоқайды біз әлі толық тани алмай келе жатырмыз. Мұстафа Шоқайдың архивінде таппай жатырмыз. Көп дүниесін игере алмай отырмыз. Мұстафа Шоқайды жау деген пиғыл бар, ол жоқ емес. 2019 жылдың 24 қарашасында Қасым-Жомарт Тоқаевтың 467 жарлығы шықты. Соның негізінде 1920-1950 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде комиссия құрылды. Мен сол комиссияның бастапқы кезінде мүшесі болдым, республикалық комиссия мүшесі болдым. 2 наурыз күні 2020 жылы карантин әлі болмай тұр ол кезде. 2 наурыз. Ол карантин 15-інде басталған пандемия. 2 наурыз күні Алматыдағы Ұлттық ғылым академиясының үлкен залында академик Мәмбет Қойгелді бастаған үлкен ғалымдардың қатысуымен және биліктен білім ғылым министрлігінің адамдары келіп, мемлекеттік хатшы келіп отырып, үлкен жиын өткен болатын. Сол кезде осы ақтаудың мәселесі көтерілді. Ең алғашқы жиын болды ғой. Сол мәселе көтерілген кезде қазаққа еңбек сіңірген үлкен тұлға болған, Алматының архитектурасында еңбек еткен Меңдіқұлов деген атын ұмытып тұрмын қазір. Сол кісінің қызы бар. Меңдіқұлова Гүлнара деген тарих ғылымдарының доктор профессор. Сол кісі Түркістан легионын ақтау дұрыс емес деп тұрып мәселе көтерген болатын кәдімгідей. Үлкен жиында. Әлі ұмытқан жоқпын. Түркістан легионын әлі ақтаған жоқпыз. Бұл мәселе бүгінгі отандық тарих ғылымының ең өзекті мәселесі болу керек. Бұл тұлғаларды біз президенттің актісімен ақтауымыз керек. Шынайы бағасын беру керек. Бұлар жау да емес, бандит та емес, қашқын да емес. Бұл кәдімгі елін сүйген патриот азаматтар. Солай бағалау қажет. Кемшін тұстар өте көп қой, оның барлығына мүмкіндік те жетпейді енді. Бір сұхбатта да көп нәрсені айта алмаймыз ғой, Ерасыл. Қазір оның үстіне кішкене рахатсызданып отырмын, өзіңде көріп отырсың. Кішкене не болып. Енді тағы бір-екі сұрақтарың болса, соны қысқа. Ел аға, Сәбит Мұқанов, Әбділда Тәжібаев сияқты тұлғаларға тарих бағасын беріп қойды да. Енді сондай бір елге опасыздық жасаған, қазақтың елдігіне қарсы шапқан адамдар, ұрпақтар сізге қысым көрсеткен рас. Кім қандай қысым көрсетті сізге? Енді ол сатқындарды әшкере қылғаныңыз үшін. Айттым ғой бағана, олардың бәрі бір рудың адамдары ғой. Біреу бір рудың көрнекті жазушысы, біреу бір рудың көрнекті тұлғасы, батыры дейік, мысалға қайраткері дейік. Бағалаған кезде жақсы жағында, теріс жағында бәрін объективті бағалау керек қой, объективті қарадық. Кейбіреудің ұрпақтары арыз жазып жатты үстіңнен, соттатты, сотқа қатыстық деген сияқты әкімшілік жазаларға кесті. Оның бәрі ер азаматтың көтеретін нәрсесі ғой. Ер азаматтың мойнында қыл арқан шірімейді. Ол совет заманында да болған, қазір де болып келе жатқан нәрсе. Сондықтан ол үйреншікті бір қалыпты құбылыс, мен оған бола бір шынын айтқан кезде еш жерім ауырған емес, оған бола басымды қатырған емес. Иә, біраз уақыт аңдуда, бақылауда болдым, ізім бақыланып отырды. Ол да көретін маңдайыңа жазылған нәрсе екен, оны да көрдік. Сондықтан ол сатқындық туралы, анау туралы басымды қатырғым келмейді. Менің 2 томдық кітабым бар, амандық болса болашақта оны шығарамын. Ол үшін қоғам дайын болу керек. Ақтың ақ қарасы, архивтен табылған құжаттар негізінде болашақта жасаймын бұны. Алла ғұмыр берсе. Бұл тақырыпқа әзір мен жауап қойдым, бірақ бұл тақырыпқа түбі ораламын. Бірақ ол ашылу керек нәрсе деп ойлаймын. Әрине ашылады, ол ашылады, ол сөзсіз ашылады. Сіз қалаңыз, қаламаңыз, ұнамасын, қоғам оны білу керек деп ойлаймын. Бірақ тарих, тақуа тарих өзінің деген орнына қояды. Тарих деген елеуіш. Елеуіш деген ол сенің атағыңа, сенің руыңа, сенің түріңе, жүзіңе қарамайды. Нақты еңбегіңе, бағаңа қарайды, болды. Әділеттілік болады. Сондықтан ол уақыт келе жатыр. Оған дайын болуымыз керек, кім болсаң да. Қателеспесем, осыдан біраз уақыт бұрын Адырна ұлттық порталы ғой деймін. Әлде басқа ма? Ахметбек Нұрсила және Сұлтанхан Аққұлы ағаларымызбен бірге бір сұхбаттарыңыз болды. Сұлтанхан Аққұлы мырза
сарапшы болды. Өткен жолы бізде маған ол кісі сұхбат берген болатын. Біраз нәрселердің шетін қайырды дегендей. Енді Ахметбек Нұрсилат мырза неге сізге шүйлікті ел аға? Ахметбек Нұрсилат әлеуметтік желіге жазыпты мені. Мен енді әлеуметтік желіге Фейсбукта неде көп отырмаймын ғой. Жұрттар мені белгілеп, звондап, жекемен шығып жатқаннан кейін хабарласып, жазып, сұхбатқа келістім, бардым. Подкаст деді. Бірақ подкастта сарапшы болмайды ғой ешқандай. Журналистиканың теориясын меңгерген адам болатын болса, подкастты сарапшы жасамайды. Ол маман ба? Маманды тарихшыны жасына қарап бағаламайды. Жас кіші деген болмайды тарихта. Солай деңгейден өтуіміз керек. Ол деген дискриминация ғой айтқанда. Енді мен ол сұхбат туралы ештеңе айтқым келмейді. Ол сұхбатты көрген адам өздері көріп отыр ғой. Үш жақтан маған жабылып отырған, әлден ұйымдастырылып, дайындап жасаған мені бір мұқатқысы келеді, менің бір қанатымды. Сізге Сұлтанхан аға да жамылды ма сонда? Үш жақтан дегеніңіз қалай? Енді Сұлтанхан Аққұлының да пікірлері бар ғой. Мен Сұлтанхан Аққұл маған әрине ұстаз, маған көп жақсылық жасады, ғылымда ол кісіден көп нәрсе үйрендім, жақсылығын ұмытпаймын. Бірақ сол жерде сол азаматтармен көзқарастан қарады. Енді Сұлтанхан Аққұлының өзінің көзқарасы атеистік көзқараспен қарайды ғой көп нәрсеге. Енді ол кісі өзінің тұрғысынан бағалады, өзінің ракурсынан қарады. Сондықтан бұл тақырыптың біз нүктесін сол сұхбатта қойдық деп айта алмаймын. Мен айттым ол жігіттерге, мен ол жігіттерге айттым сол жерде отырып. Біз әлі талай кездесеміз дедім. Бет жыртысқым келмейді сіздермен дедім. Талай кездесеміз дедім. Содан кейін сұхбат жарияланғаннан кейін мен бір рет олар туралы ештеңе жазған жоқпын. Олар мені әлі күнге дейін қаралап, әлі күнге дейін мені тепкілеп келеді әлеуметтік желіде. Мен бір рет қыңқ еткен де жоқпын. Және менің артымда 500 адам тұр, армия кәдімгі. Әлеуметтік желіге кіргіздіріп жаз десем әрқайсысы пікірлермен ұрып тастайтын еді. Бірақ менің армым ондай жеріме былғағым келген жоқ. Мен жігітпін ғой. Подкастта айтылған әңгімені мен сыртқа шығарған жоқ. Мен үшін сол подкасттың студиясында қалып кетті бұл әңгіме. Бірақ ол адамдар әлеуметтік жерге шығарып, әйелдердің тірлігін жасағандай жасап жіберді. Ол дұрыс емес, ер азамат болғаннан кейін. Содан кейін сөзіңді қимай, монтаждамай беру керек еді. Екіншіден, олар не дейді жаңағы аты жөні жоқ жабық аккаунттарды бірдеңе деп айтады ғой. Боттарменен жұмыс істеп, ботафермалар жасап тұрып жасады. Мен ботафермаға зәру адам емеспін ғой, аққа құдай жақ. Мен несіне оны басымда қатырамын. Мен туған шешем маған хабарласты, содан кейін балам сен сәләфитсің ба, уахабитсің ба, кімсің деді. Маған ең ауыр сұрақ осы болды. Туған шешем жылап тұрып маған балам сен кімсің деді. Мен шешемді барлық өзімнің парақшаларымнан бандап тастап ештеңе көрсетпеуге болады еді. Бірақ ол адам ғой. Мен оның құқығын шектей алмаймын ғой. Менен көрмесе басқа әлеуметтік желіден көре алады ғой. Сондықтан менің шешем әлеуметтік желідегі әрбір пікірлерді қарап отырады. Олар мен туралы карикатура да шығарды тіпті. Жасады. Жасай берсін бәрін. Жасасын. Тағы не істегісі келеді, жасай берсін. Мен бәріне дайынмын. Бірақ менің де оларға әділ жауабым болады. Мен ғылым адамымын ба? Мен олармен ғылыми деңгейде ғана айтысқым келеді болды. Ал жеке басқа өту, құлдыра ол менің табиғатыма жат нәрсе. Мен еркекпін, ондай деңгейге сақталғым келмейді, қысқаша айтқанда. Ел аға, жаңа сол сұхбатта сіз алаш қайраткерлері ең алдымен дін үшін күресті дедіңіз де. Ол қаншалықты ақылға қонымды дүние, өйткені алаш қайраткерлері дін үшін емес, ол қазақ ұлты үшін, күллі Түркістан үшін, күллі Тұрандалас үшін, күллі қазақ мемлекетінің идеологиясы үшін күресті ғой. Қазақтың ұлт болып қалыптасуы үшін күресті ғой. Ерасыл, 20 ғасырдың басындағы мәселе өте ушыққан, қордаланған мәселе болатын. Ол кезде тіл мәселесі. Ол кезде татар тілінің үстемдігі өте көп болды. Газет, журнал, баспасөздің бәрі татардан шықты. Сұлтан Махмұд айтатын бар ғой, анау қорда татар тұр, озық тұр дейтін, ал біздің қазақ төмен тұр дейтін сөздер. Татардың экспансиясы өте көп болып тұрды. Орыстың езгісі болды. Сол кезде алаш қайраткерлері қазақтың тілі үшін, мына ұлан-ғайыр жер үшін, және ислам дінінің тазалығы үшін, қазақ қоғамында таза дін келу үшін күрескен рас, ол ақиқат. Таза дін үшін. Дін деген нәрсе, ол қазіргі қазақ қоғамы әбден түрлі жат ағымдардан қорқып, секем алып қалған ғой. Олардың күресті деп отырған дін қазақ қоғамында
діни рәсімдер, жоралғылар біркелкі болсын дейді, мүфтият құру керек дейді, дін мемлекет ісінен бөлек болсын дейді. Бұған дейін указной молдалар, патшалық биліктің тағайындаған молдалар, жандай шаптар еңбек етіп келетін болса, ендігіде таза оқыған, дүние білімінде, дін білімінде қатар білетін шын ғұламалар еңбек етсе деген ой болған бұл жерде. Ол шындық қой, ол нәрсені айтып тұрған. Дін үшін күресті деген нәрсе осы бұл жердегі. Діннің тазалығы үшін күресті деген нәрсе. Өйткені оған дейін бізде қатар молдалар болды, мынау қадымшылардан оқып келген молдалар болды, шала сауатты дімше молдалар болды. Соның бәрін тазалағысы келді Алаш қоғамына. Түсіндіңіз бе? Оған дейін молдалар жаңағы байлар кедейдің қызын алатын болса, соларды некесін қия берді, солардың мәселесін көтере берді. Неге біздің ғасыр басында жазылған тұңғыш романымыз Бақытсыз жамал, Қамар сұлу, Қалың мал дейді. Яғни әйел мәселесі, әйелдің құқығы, еркі, оқу, ағартуға, сайлауға қатысуға, теңін табуға деген мәселе үшін Алаш қайраткерлер күреспеді ме? Қараңғылық бір сіңіп қалған қоғамдағы дәстүрлерден азайтпақшы болды. Міне осы мен айтпағым бұл жерде. Мен бір Алашты діни топ қылып, вахабизм, салафизм сияқты нәрсені айтып отырған жоқпын. Ол уақытта да қазақ қоғамына келді ғой осындай діни топтардың барлығы. Бірақ біздің қайраткерлердің бәрі осы үшін күресті. Мені олар айыптайды, Алаш демократияға қарсы болды деп. Мен қай жерде айтыппын, Алаш демократияға қарсы болып діни мемлекет құрады деп. Жоқ, Алаш зайырлы демократиялық автономиялық мемлекет, ұлттық мемлекет, территориялық мемлекет құруға күресті. Мен оны қашанда айтам, Алаш қайраткер демократ болды дедім. Бірақ дін деген нәрсені бөліп қарай алмайсың. Ол дін деген мына мосының үш аяғы болады ғой. Бір-бірімен бөлінуге бетін тіл, жер, дін деген мәселе үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Оны біреуінсіз біреуі болмайды. Жер мәселесі шықса, артынан тіл мәселесі, жер мәселесі қатар көтеріледі, дін мәселесі. Көрдіңіз бе? Міне осы. Сондықтан бұл туралы мен алдағы уақытта ғылыми тұрғыдан нақты жауап беремін. Дәлел дәйектеріммен. Жауабыңызды күтеміз, Ел аға. Ел аға, кез келген ер азаматтың әлсіз тұсы болады. Ол анасы болады, ол я бауыры болады, я келіншегі болады. Сіздің әлсіз тұсыңыз деп Жоқ, оның белгілі ғой, әлсіз тұсы. Әр адам отбасы екен, мен оны сұрайын деп отқан жоқпын. Жалпы осындай өзіңіз сияқты азаматтарға сол арқылы қысым жасайды да. Сізге сондай қысымдар болды ма? Енді ол болды ғой, ол болып та келе жатыр. Менің жалғыз шешем бар, мен жалғыз баламын. Жалпы жай күйі қалай? Сіз анаңыздың жүрегін ауыртып жүрмін деп ойламайсыз ба, Ел аға? Ауыртып жүрмін ғой, әлбетте ауыртып жүрмін. Жалғыз шешем бар. Мен сол шешем үшін кейде маған бірдеңе болып қалатын болса, мен шешем төзбейді ғой деген нәрсе үшін талай жерде тоқтап қалып жүрмін кейінгі кезде. Бұрын жастық максимализм болды ма? Бір атойлап тұрған уақытында жүзің бар, түрің бар демейтінмін. Қазір көп жерде тартынып қаламын. Бірінші көз алдыма шешем елестейді. Ол қатын, бала табылады ол. Бірақ шеше деген нәрсе табылмайды. Менің шешем 19 жасында студент кезінде мені босанған. 21 жасында шешемді әкем тастап кеткен мені. 2 жасымда мен шешеммен қалдым. Сол 21 жасынан бері ешкімге тұрмысқа шықпай, мені бөтен еркектің қас-қабағына қаратпай, бар қызығын, жастығын құрбан қылып маған арнаған адамды мен жүрегін ауыртқым келмейді ендігіде. Сол анам бақытты болғанын қалаймын. Сол адамның күліп жүргенін қалаймын. Құдайдан тілейтін тілегім, дұғам, шешемнің ұзақ жасап менің қуанышымды көргенін қалаймын ендігіде. Мен шешем үшін түк те істей алмадым әлі. Сол нәрсені істегім келеді, жақсылықты. Міне сол. Менің әлсіз тұсым болатын болса, осы отбасылық жағымнан кішкене қиналыңқырап қаламын. Бірақ мағжандар Алаш күресіне шыққан кезде қатын баланың қамы үшін шыққан жоқпыз деген бір сөзі бар еді. Сол нәрсені ойланып қаламын кейде. Осы. Аналарымыз аман болсын. Ел аға, сұхбатқа уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Мына көзқарақты көрермен қарап бағасын бере жатар. Ал мен өз тарапымнан бұл сұхбат ешқалай қырқылмайтынына уәде етемін. Құрметті достар, бүгінгі сұхбатымыз алаштанушы, тарихшы Елдос Тоқтарбай мырзамен болды. Сұхбаттың бағасын беріп, өздеріңіз пікірлеріңізді бөлісіп, тағы да қандай мәселелерді айтқанымызды қалайтыныңызды жазсаңыздар болады. Пікірді бөліссеңіздер біздің анамызға өте бір үлкен қолдау болатын еді. Аман сау болайық, кездескенше.